Саламатсыздар ма оқушылар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы тоғызқұмалақ атаулары мен аттары. Жалпы тоғызқұмалақ ойынына тоқтала кетсек, кішігірім қысқаша мәлімет беріп өтейік. Тоғызқұмалақ әлемдік мәдениеттің озық үлгілерімен ой теңестіре алатын рухани ойын. Логикалық ойлау өнері. Бұл өнердің басты қасиеті адам санасын жетілдіруге, ақыл ойын кемелдендіруге ерекше күш салады. Түркі халықтарының ұрпақ тәрбиесіне жауапкершілікпен қарайтынына осы ойынның өзі де дәлел бола алады. Жасөспірімнің дене күшінің мол болуымен қатар ақылды болуына да көп мән берген бабаларымыз осы ойынды ойлап тапқан. Тоғызқұмалақ отаулары мен аттары дейді. Мына жақ қатарда көп тұрғанда отау нөмірлері, яғни артынан алдына қарай нөмірлеген. Келесі жанында қазақша атаулары. Бірінші нөмір 9-шы отау, қазақша атауы маңдай. Нөмір 8-шы отау, көк мойын деп аталады екен. Нөмір 7-шы отау, қанды қақпан. Нөмір 6-шы отау, белбасар. Нөмір 5-шы отау, бел. Нөмір 4-шы отау, атар. Нөмір 3-шы отау, ат өтпес. Нөмір 2-шы отау, тек тұрмас. Нөмір 1-шы отау, арт деп аталады екен оқушылар. Отау атаулары және олардың ойын барысындағы қызметі. Отаулардың ойын барысындағы қызметіне тоқтала кетсек, нөмір 1-шы отауды құйрық немесе арт дейді. Себебі ондағы құмалақтар көпке дейін өзгермей түгел қалып отырады. Нөмір 2-шы отау тек тұрмас деп аталады. Себебі жүріс көбінесе осы отаудан басталады. Нөмір 3-шы отауды ат өтпес дейді. Оның себебі қарсы жақтың аты оған түспей кете алмайды. Нөмір 4-шы отауды жаман үй деп аталады. Себебі қарсы жақтың адамы бұл жерден үнемі жеп отырады. Сол себепті де жаман үй деп аталады екен. Нөмір 5-шы отауды бел дейді. Бұл екі орталық аса қауіпті емес. Нөмір 6-шы отауды сары дала. Себебі бұл жүріске де тұзды қалыпқа да ыңғайлы жер. Нөмір 7-шы отауды қосан жалаған деп аталады екен. Оның себебі бұрынғы заманда Қасан деген ойыншыны тағы бір ойыншы дәл осы 7-ші отауда әлденеше рет тұздыққа отырғызыпты. Соған ыза болып жылаптымыз. Сол себепті бұл 7-ші отауды қосан жалаған деп атап кеткен екен. 8-ші отауды көк мойын деп аталады екен. Себебі мұнда көптен көп тұздық алынатын көрінеді. Және бұл жерге көп құмалақ жиналып қала береді. Нөмір 9-шы отауды ақ қасқа дейді. Себебі бұл шоңқырда құмалақ көп жатады. Ойыншы бұл атаудан өз құмалағын шығарса, ақ қарсы жақтың атауына түседі. Бірден оған атау түсу ойыншыға пайдалы болмайды. Өзін жауып кетіп барып жүрсе, әрине тиімді болады. Бұл отаулардың, яғни балалар, қазақша атаулар екен. Ары қарай кеттік. Осымен 8 отауға тоқталып шықтық. Қалай аталатынын және не себепті аталатынын айттым сіздерге. Ары қарай сұрақ жауаптар, яғни сұрақтарымыз, сіздерге қойылатын сұрақтар. 8-ші отауды көк мойын дейді. Себебі не себепті көк мойын деп атады?
Каршы жактын адамы бул жерде үнемі жеп отырады. Бул кайып отурат. Биринчи отау калай айтылады? Оюн барысындагы кызмети кандай? Осы сұрақтарға жауап. Кері байланыс. Жақсы түсіндім, сұрағым бар, мүлдем түсінбедім. Әртүрлі түстерді көрсету арқылы кері байланыс жасаймыз.